Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміздің оқырманымыздың өзі баяндап берген болатын. Ендеше тыңдап көрейік. Көрші жігіт темекі тартып, көлігімді шұқылап тұрған кезде сәлем беріп асығып әңгімесін бастап кетті. Не болды деп те үлгермедім. Қазір ақша табу қиын, заман да қиын. Әйелім екеуміз квартираның ақшасын әлі төлей алмай жүрміз. Бір айлығым кредит төлеуге, азық-түлікке кетеді. Әйелім екеуміз ойласа келе бос тұрған бір бөлмеге бір қыз квартира алайық дедік. Алғашында жас отбасы аламыз ба деген ой болған. Олардың қонағы бар, одан кейін бала-шағасы бар, одан кейін бүпелі болу бар. Үйіміздің астан-кестен шығарар бәлесінен аулақ деп, содан 2 квартирант қыз алдық. 2 квартирант қыздың біреуі байға шыққан жас келіншек еді. Көзім түсіп жүреді. Кейде әйелім жоқ болып қалса, шай қойып шайға шақырады. Қазақтың тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген рас екен достым. Өзім сүйкеп өліп жүрген келіншекте үйге ешкім жоқ кезде қолынан тартып едім, қалай қойыма кіріп кеткенін білмей кеттім. Ары қарай түсінікті ғой, енді еркек емеспіз бе. Содан үйде ешкім жоқта жиі қайталанатын болды. Әйелім біліп қойса бәле болады деп ойлап та қоям. Бірде солай жатқанымызда суретке түсіріп алған едім. Сөйтіп ол суретті өшіріп кетуге ұмытып кеттім. Кешке әйелім телефоныңды бере тұршы, қоңырау шалайын деп алған еді. Бірде айғай шықты. Барсам, әйелім еңіреп жылап тұр. Не болды деп сұрасам, қолында менің телефоным, әлгі суретті өшірмегенім есіме сол кезде түсті. Үйде айғай-шу болды. Анау квартирант келіншек емес пе деп басыма бәле болды. Енді не істерімді білмей жүрмін досым деп әңгімесін аяқтады. Жалпы ер адамдардың изменасын қалай қабылдайсыздар? Бұл қылығы дұрыс па, бұрыс па?